Қайырлы таң. Қуаныш екеуміз оянып ап жатырмыз. Дала аяз, үй суық. Жылы жерден тұрғымыз келмей жатырмыз. Ойбай. Бүгін менде завтрак мынандай булочка с посыпкой. Май жағып жеп отырмын. Bir болайық көріп отырмын. Жаңа обед ішіп алдық. Ядан әлі шықпады. Бізде болып қалды деп сезім. Ой, суық болып кеттімдер. Тапчықамды киіп алдым. Көп кимеймін. Әнші больницаға келген. Мен роддомға сумка жинағанды сол кезде алғам. Суық әйтпесе. Мынандай бауырша алдым. Дәмдіктен. Нейді? Дейсің ба? Орай кісің ба? Балқа? Дейсің ба? Балқа? Қазір пирог жасайын деп жатырмын. Быстрый пирог, очень мне простой. Қуаныш осындайды ғана жейді. Пирог пісті. Қазір үстіне неме себеміз, сахарный пудра себеміз. Вот готов. Қазір түнгі шай ішеміз пирогпен. Сонымен жаңа екеуміз пирогпен шай ішіп алдық. Қуаныш пирог дәл пирог сен де қайын қалды. Бүгінгі күнім үйде өтті. Кешегі айтқанынан гимназ деген группалас қызбен кездесуге шыға алмай қалдым. Ол обед уақытында кездесе аласың ба деді. Төртте бүгін пойыз келді. Пойызға тұрып, сол үйіне қайтам деді. Көрмей, мама жұмыстан студенттермен келді. Бір таманда студенттер келді. Сол жағдай кездесе алмадық. Келгілай дедім. Сол бұйырса келгенде кездесені дедікті қойды. Сол Қуаныш ерте ұйықта қалды бүгін. Бірақ күндіз сол таңертең 9-дан кеткенде тұрып ұйықтаған жоқ. Сол 8-ге қалды. Бірдеңге ұйықтау керек. Тұрып Қуаныш қалады. Қайырлы таң.